Келіңіздер менің каналыма. Бүгін сіздерге осындай заварной тесто жасап көрсетемін. Бірінші жасаған адамның өзіне шығатындай қылып, жақсылап түсіндіруге тырысамын. Каструлямызға су, тұз, сары май салып, суды қайнатамыз. Міне суымыз қайнады. Енді отымызды жайға басып, онды саламызды тез араластырамыз. Осылай лопатаның көмегімен асты-үстіне қолымызды алмай жақсылап араластырып тұрамыз. Әбден қамыр құрғағанша дейін, су бәрі кеткенше дейін жақсылап осылай араластырып тұра береміз. Шамамен 5 минутта осылай қамырды қайта қозғап тұрамыз асты-үстіне. Міне қамыр дайын болып қалды. Енді миксердің ыдысына салып суытамыз. Қамырдың үстіне енді бір-бірден жұмыртқаларымызды салып миксермен айналдырамыз. Маған осы қамырға 5 жұмыртқа кетті. Жұмыртқаны салғанда көресіздер, қамыр сұйық болып кетпеу керек. Қасықты алғанда қасықтан салбырап ағып тұрмау керек қамырымыз. Қамыр міне дайын болды. Қасықтан алғанда мұны қамыр ағып кетпейді қасықтан. Осындай болу керек. Осы қамырды кондитерский мешокқа салып, әртүрлі формада құйып шығуға болады. Мен дөңгелетіп құйып шықтым. Осылай барлығын құйып шығамыз. Алдын ала қыздырылып тұрған духовкада 30 минуттай 200 градуста пісіріп аламыз. Енді ортасына жағатын кремімізді дайындап алайық. Творожный сыр, сливки, сахарная пудра үшеуін жақсылап араластырамыз. Міне заварной кольцаларымыз жақсылап пісіп шықты, басылып қалған жоқ. Енді ортасын осылай кесемізді, кремімізді жағамыз, бетіне сахарная пудра сеуіп шығуымызға болады. Менің каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып кетіңіздер. Көп рахмет.